Арасын қазақ аузына келгенін оттайтындар пайда болды. Фейк. Не түрі жоқ, не есімі жоқ. Әйтеуір біреулер. Ешбір масжидте, жамиде тіркелмеген. Біз тіркелгенбіз. Осы аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып атқандарда тіркелу керек. Тіркелмей болмайды. Бұл зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекетте заң бар. Кез келген религияны, вераны, иланым жолдарын бүгінгі таңда 3 сатыда бекітеді. Біреуі жергілікті, местный, екіншісі региональный, аймақтық, үшіншісі мемлекеттік. Тіркелу төменнен басталынады, жергілікті жерден басталынады. Алдымен жами салынады, ең кем дегенде 50 адам жиналып, өздерінің жарғысын жасайды. Мемлекеттің алдында тіркеліп, қолдарын қойып қойған тізімі болу керек. Біздің даламызда жүрген бірде-бір исламистің жамиға бекітілгенін көрген жоқпын. Талай адамнан сұрадым. Қай масжидқа тіркелдің? Көрсетші құжатың десең, көрсете алмайды. Қалай болса солай аузына келгенді оттап жүре береді. Неге десең, ай дейтін ажа, қой дейтін қожасы жоқ. Бірде-бір өзінің жамиатын бақылап отырған имамды көрген жоқпын. Осындай жағдай ертең міндетті түрде мен осындай жергілікті жер немесе региональный, аймақтық немесе мемлекеттік бірлестіктің мүшесімін деп куәлікті алып ал. Ондай құжатың жоқ па сенің қолыңда? Ислам дүниетанымын жаманаттығып жүрген мұсылмансың. Біз солай деп танимыз. Әңгіме басқаша болады. Ал құжатың болатын болса, онда жұмыс орнына барып сөйлесеміз. Заңға бағыну керек, заңға бағыну керек. Сондықтан тәңіршілер, агностиктер, атеисттер, мыналар маңқылдай басса, қолындағы құжатын сұра. Бар ма жоқ па? Құжаты бар болатын болса, сол тіркелген жеріне барып әңгімелесіп. Жиналсын, ұжымдары бар ғой, басшылары бар ғой. Солардың ортасына алып бардағын сөйлесіп. Бірден құзырлы органдарға тұра жүгірмей, алдыменен мынауыңа қой деп айт деп, имамдарына барып әңгімелесіміз керек. Солардың жауапкершілігін күшейтуіміз керек. Имамдар жауапкершілікке тұратын уақыт келді. Өзінің басқарып отырған ұжымына. Әйтпесе болмайды. Отырсын ауылда, отырсын ауданда. Ашты ма бір мешіт өзінің жамиатын жинасын, мүшелік жарынасын алсын, өзінің ішінде өзі уағызын айтсын, сыртқа шығатын уағызшыларына куәлік берсін. Удостоверение. Удостоверениенің әр жылда төлеп отырған жарынасы туралы штампиктер қойылып, бекітіліп отырсын. Егер бір ауылда тұрып, келесі ауылға көшіп кетіп, немесе ауылдан қалаға көшіп кетіп, осы жердегі жамиға барып, сәлият парызымды орындаймын десе, тіркелсін. Ана жақтан шықсын, мына жаққа тіркелсін. Шетелден келгендердің бәрі тіркелсін. Бір-бір жамиға барып, сол жердің орталығының мүшесі ретінде тіркелсін. Сонда біз олардың қайда қаңғып жүргенін, қай жерде уағыз айтып жүргенін түгелмен қадағалап, мемлекетімізде орнықтылық пайда болады. Әйтпесе бұл қалай? Құжаттарының аты бірақ ауыз сөз. Мен мұсылманмын. Неше түрлі партиялар бар. Бәрі өзінің мүшелерін біледі. Жазушылар одағы бар. Олардың өз мүшесі бар. Қабылдау заңдылықтары бар, жарғысы бар қолында. Суретшілер одағы, композиторлар одағы. Тағысындағы толып атқан. Олар да общественный организациялар. Академия наук бар, ол да общественный организация. Кіріп көр оған сен. Исламда ауызша мұсылманның бәрі соның мүшесі. Бұл не ерекше жасылған организация ма? Қолында діни бірлестік деген религиозный объединение деген құжат бар. Бәрінің қолында, бекітілгендердің қолында. Мүшелерінің кім екенін де білмейміз. Сұрасаң айтады, білмеймін дейді. Тек қана имам айтады, мен ана Мәкбай деген мешіттің имамымын деп қояды. Құжатын көрсетсең, көрсете алмайды. Бұны 5-6 адам ғана сұрап жатыр. Ертең халықтың бәрі сұрай бастайды. Мемлекеттің өзі де сұрайтын уақыт келді. Имамдар жауапкершілікке тұратын уақыт келді. Өзінің басқарып отырған ұжымына. Әйтпесе судан таза имамдар қаптап жүр. Жоқ, оған біздің қатысымыз жоқ. Осындай жағдай. Сондықтан біз, егер біз зайырлы мемлекеттің өкілі болатын болсақ, құжат сұрайтын уақыт келді. Ұлт болып, мемлекет болып. Естеріңнен шығармаңдар. Құжат сұрай бастаңдар. Құжат жоқ па? Қош сау бол. Сен исламнан емессің. Исламды бүлдірушіденсің. Де. Құтындар азаматтар, сау болыңдар.